1,5 миллиард Қытайдың арасында жүріп, ана қазақтарымыз сол жерде бар ғой. Қыста қыстау, жазда жайлау. Еркін жүріп. Қараңызшы, бізде 15 миллион адамбыз. Сондықтан жер жоқ деп айтуға бар ғой, біздің тіліміз түсіп қалу керек негізі. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгінгі қонағымыз мынау Теріскейге, солтүстікке ел қондырсам деп едім деп Теріскейге біздің азаматтарымызды шақырып, оларды қоныс аударуға жағдай жасап, мынау жаны шүбірекке түйіп ап, осы біздің қазір қазақсыз қалған Теріскейді қазақландырып жүрген біздің азамат Бурахан Таған бауырымыз бүгін қонаққа келіп отыр. Енді бұл көш деген мәселе, жалпы қазақ деген мәселені айтқан кезде Бурахан танымайтын бізде азамат жоқ. Оны Бурахан бауырыммен жаңа асыра сілтеп айтып отырған жоқпын. Бүгін бір өзің нардың жүгін көтеріп жүрсің. Енді бұл мемлекеттік органға жаңағы менің өкпем емес айтып отырған. Бірақ бір мемлекеттік үлкен органның енді министрлік демей ақ қояйын, бірақ облыс деңгейіндегі бір басқарманың жұмысын жалғыз өзі атқарып жүрген осы Бурахан деген бауырымыз. Бұл өзі осы солтүстікке көшіп барып, тек қана жаңағы үйде ұрандатып, әңгіме айтып отыра беретін азамат емес, өзі көшіп барып, бала шағасын алып барып, сол бәке солтүстікте тұрып жатқаннан қанша болды? Тым мақтап жүрген сияқтысың, бәке. Жоқ, ол тым мақтап. Армысыздар ағайын, осы арнаның жазылушылары, сіздермен осылай пікірлесіп отырғаныма қуаныштымын. Жалпы жаңа аға өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, солтүстіктегі жаңа қазақ қалмаған қазақландыру деген сияқты осындай сөздерді өз басым ұнатпаймын. Өйткені бір нәрсені жаңағы дандыру деген сөз тіркесті қолданған кезде, ол жерде ол нәрсе жоқ деген мағынаны білдіреді. Негізі жалпы біздің солтүстік өңірде қазақтар бар, бірақ саны аз. Мықты жалпы қазақтардың өзі заманда сол солтүстік өңірлерден шыққан. Мына сегіз серілері бар, басқа жаңағы Өкіл Ыбырайың бар, Ақан серің бар, өңшең мықты мына алаштықтардың да біраз сол жақтан шыққан. Тек қана бір өкініштісі, ол жақта қазір қазақ аз, көп қазақи ауылдар жабылып жатыр. Енді біздің басты функциямыз сол жердегі қазақтардың санын арттыруға үлес қосып, сол кісілердің жанына жолдас, жаңағы қатарлас, үзеңгілес болатындай адамдардың санын көбейту. Біздің басты функциямыз осы. Одан кейін тағы бір мәселе, мен солтүстікке көшіп келгенде енді 3 жылдай уақыт болды. Және көптеген жаңағы адамдар енді жаңағындай дүние айтады ғой, енді бір үлкен министрліктің немесе бір органның шаруасын атқарып жүр деп. Жалпы негізі бұл нәрсенің басқасын ашып алғым келеді, өйткені мен қанша жерден атым Бурахан болып көшпен айналысып жүргенімен, мен өкіметтің жасап берген бағдарламасын жалпы негізі жаңа қазақи ыңғайға пайдаланып, яғни соны пайдалану арқылы, соны көпір ретінде пайдалану арқылы біз солтүстікке көшпен айналысып жүрген азаматтармыз. Өйткені, яғни солтүстікке көшіп келген әрбір азаматқа үйді, жерді, жұмысты беретін мен емес, мен тек себепкермін. Жұмысты, үйді беретін структура ол үкімет жалпы. Және дәл қазіргі уақытта мына биліктің біраз адамдарымен бүгін кездестім, жаңа сенатор мырзалармен. Сол жерде де айттым. Осы солтүстікке көш мәселесіндегі көпірді біз басқа бір деңгейге бір модернизацияға түсіруіміз керек. Өйткені алдында сенаттың басшысы Мәулен Әшімбаевтың өзі айтты ғой, біз солтүстікке көш деген бағдарламасы бізге бір жетерліктей нәтиже берген жоқ деп. Мен өзім ойлаймын, бір кішкентай ғана бір министрліктің бағдарламасынан бір солтүстік Қазақстан облысындағы экономикалық, менталитеттік, демографиялық бір үлкен бум күту, ол бір ақымақтық деп ойлаймын мен. Өйткені проект өте кішкентай. Ол өзінің жаңағы мойнына тағылған жаңағы міндеттемелерін өте жақсы атқарып шықты деп ойлаймын бағдарлама. Бірақ бағдарламаның аясы тым тар болып қалды. Және бағана жаңағы сенаторларға барған кезде де осы мәселені айттым. Біз көпірді кеңейтейік. Тек қана мысалы мен ойлаймын, жалпы 2017 жылдан бері осы солтүстікке көш мәселесі жүріп жатыр ғой негізі. Нұрлы көш деп аталды, тағы бірдеңке деп аталды, оның бертінде еңбек деп аталды. Қазір аты ауысты, бірақ аты ауысқанымен заты сол күйінде.
Мен жалпы осы көш мәселесін заманында біздің билік жаңағы жұмыспен еңбек министрлігіне тапсырған болатын. Негізі административный орган, жаңағы әкімшілік орган осы көшті басқаратын. Ол біздің еңбек министрлігі. Еңбек министрлігі өзінің ішінде жұмыспен қамту деген бөлімге қойып қойған. Жұмыспен қамтудың бөлімі осы көшке жауап береді, тек қана өзінің аудиториясының адамдарын көшіріп жатыр. Дәл қазіргі уақытта біздің солтүстік өңірлерге көшіп келген азаматтардың арасында біраз жаңағы әлеуметтік проблемалар көбейіп келе жатыр да. Оның басты себебі жұмыспен қамтудың аудиториясы, яғни оңтүстікте де сондай адамдар болған, яғни дипломы бәрі бар, бірақ жұмыс таба алмай жүрген, яғни бәсекеге қабілетсіз адамдарды біз солтүстікке көшіріп алдық. Осы жұмыспен қамту аудиториясы арқылы. Енді бағана сенаторларға айттым, біз аудиторияны ауыстырайық. Яғни біздің солтүстік Қазақстан облысы не нәрсеге ыңғайлы? Ауыл шаруашылығына ыңғайлы ма? Неге бізге сонда АШМ көмектеспейді? Неге ауыл шаруашылық министрлігі осы темаға қосылмайды? Бірлесіп жұмыс істемейді. Иә, жалпы негізі бірлесу, жаңағы синхронды дүниелер бізде бар, басқа министрліктер, олар қатты бір айтылмайды. Мысалы, білім министрлігінің жаңағы ықпалдасу арқылы серпін бағдарламасы іске асып жатыр, немесе дипломмен ауылға деген бағдарлама іске асып жатыр. Медицина тарапынан, жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан, яғни солтүстікке көшіп келген дәрігерлерге белгілі бір деңгейде үкіметтен бөлек қаржы береді. Яғни жаңағы көшіп келудің системасынан бөлек өздерінің жаңағы несі арқылы оларға бөлек қаржы береді, яғни дәрігерлерге. Ол дәрігерлер енді екінің бірі ала бермейді, жаңағы өте бір керек дәрігерлер болады ғой, сондай дәрігерлерге сонша ақша береді. Енді мен айтам, неге ауыл шаруашылық министрлігі де осындай дүние жасамайды? Сіз өзіңіз білесіз, осыдан 3 жыл бұрын біздің оңтүстік өңірлерде Қызылорда, Маңғыстау жақтарда сұмдық қуаңшылық жүрді. Қазірдің өзінде де ол қуаңшылық бар. Ал егер енді бір 5 жылдан кейін қайтадан ол жерге шөп өсіп кетеді, қайтадан бір әдемі жер болып кетеді деген нәрсе, ол утопия. Демек ол жерде өспейді 5 жылдан кейін де. Ол сол қуаңшылық одан ары асқына береді деген сөз. Қаншама мал қырылды. Енді неге сондай адамдарды, сондай фермерлерді біздің солтүстік Қазақстан өңіріне алдырмасқа? Неге ауыл шаруашылық министрлігі белгілі бір фермерлерге өздеріне сайғып бір көмек жаңағы кейстарын жасамайды? Мысалы, солтүстікке көшіп келдің бе, 20 гектар жеріңді береміз, налогтан босатамыз, немесе тағы бір 5 адам бірігіп 20 гектарын жиналып алсаң, саған бір трактор тегін береміз, немесе жаңағы дәнді дақыл ретінде, немесе мал басының субсидиясы ретінде ақшаңды береміз, басты жұмыс жаса, шаруа жаса деп неге айтпайды? Деген сияқты сұрақтарды айттым мен. Одан кейін дәл қазіргі уақытта тағы бір темасын айтты, жаңа сенатор деп айтты да, көшіп кетіп жатыр ғой керісінше деген сияқты. Және де сіз заманда осы білетін шығарсыз, сіздердің де партияларыңызда сол нәрсені көтерді деймін. Әлгі солтүстік өңірге көшіп баратқан азаматтарға 1 гектар жер беру деген сияқты бір тема көтерілді ғой. Сол тема туралы да бағана сөз болды, сонда менен сұрап отырды, мысалы қанша адам жер алды дейді. Сосын мен айттым, өмір бойы дәрігер, өмір бойы мұғалім, өмір бойы жаңағы бюджеттік жұмыста істеген адамға жер неменеге керек? Жер түсінбейді де ол. Яғни біздің көшіп жатқан аудиторияға жер керек аудитория емес. Ал біз егер солтүстікке көшті дамытқымыз келсе, онда біз керек аудиторияны көшіруіміз керек. Ал керек аудитория деген дәл қазіргі уақытта ол АШМ-нің аудиториясы деп ойлаймын. Қысқасы осындай ойлар біздік. Иә, Бурахан, сөзіңіз аузыңызда мына жаңа бірінші сіз айтып кеттіңіз ғой, қазақландыру деген жаңағы келіспеймін деп. Мәселе мен енді Бурахан бауырым мүмкін турасын айтып отырмын. Бұл жаңағы дұрыс айтып отырсыңыз, жұмыс күші, жаңа жұмыскерлерге мұқтаждық емес. Мен өзім шығыстың азаматы болғаннан кейін, бұл бізде шекара бойлай қонған біздің өңірлердің барлығында жасырып жабатын ештеңесі жоқ. Ол жерде сепаратизм мәселесі өте қатты. Бұл жаңағы орысша айтқанда спящий дейді, мүлгіп жатқан сепаратизм. Құдай сақтасын, түтіннің иісі шығатын болса, бұл жағдай ушығуы мүмкін. Сондықтан бұны әр нәрсені өзінің атымен атау керек. Мысалы, біздің солтүстік шекара бойлай қонған біздің аймақтарға бүгін біздің азаматтарымызды, соның ішінде өзіңіз айтқандай ана жақта өзінің отанында жаңағы конкуренцияға шыдамай, болмаса
бір шет қалып қалған азаматтарды әкеп мына жерге отырғызып қойған, жаңа 6 ай қыс болатын өңірге. Ол да шешім емес, мысалы. Шешім емес, дұрыс айтасыз. Бір осы кішкентай мысал. Иә. Қостанайда Шүкеевтің әкімшілігі кезінде көп дүние жаңа тек қана көш мәселесі емес, өзің айтқандай қолынан іс келетін, жілігі жуан қазақтың азаматтары келіп кәсіп бастаса, кәсіп бастаса. Бұл деген тек қана жаңағы бір министрліктің, болмаса бір бураханның мойнына іліп қоятын жаңағы азаматтарды шақырып әкеліп, міне мына жерде жаңағы бір түкке тұрмайтын үй менен есіктің алдында жарайды 1 гектар болсын, ол 1 гектар жерді көп нәрсені шешпейді. Ол келіп отырған тек қана біздің ішіміздегі, еліміздегі қазақтар ғана емес, басқа мысалы өзің білесің, өзіңді атсалысып жүрсің, басқа шетелдегі қазақтарды әкелейік деп отырмыз. Соларды біздің елге қонса, олардың сұрап отырғаны тіптен солтүстік емес, кез келген жерге барғанда біздің мал, жан бағуға жер бар ма дейді. Жер бар ма? Мысалы, мал ұстайтын, сол жерде кәсіп жасаймын деген азаматтарға ол үйдің қасындағы огород ол ешқандай шешім шықпайды. Қаңырап бос жатқан бүгін солтүстіктің ауылдарын осы Бурахан бірге барып өзіміз араладық қой, көрдік. Ауыл деген қаңырап бос тұр. Жаңа 500 мың теңге, 1 миллион теңгенің көлемінде үйдер деген жайрап жатыр. Оған жаңағы 15 миллионның көлемінде ағаш үй салғанша, жаңа 15 миллионды қолына берсең, 15 миллионға мал бағып, киіз үй түксе де жағдайын жөндеп алушы еді. Бүгінгі Бурахан бауырым, бүгінгі біздің мынау әңгімеміздің төркіні, мынау мәжілісте аз болса да біздің 6 депутатымыз бар. Мынау депутаттық сауалға болмаса ертең осыған бір түрткі жасайтындай. Мүмкін осы неше жыл мынау өзінің жемісін бермей жатқан жаңа солтүстікке көш деп мына мемлекеттің бір әлжуаз қимылдарын ары қарай кешен түрде өзіңіз айтқандай 2-3 министрліктің қатысуыменен, ел жұрттың қатысуыменен, тіптен саяси шешім қабылдап, мүмкін президенттің қатысуыменен осы тек қана солтүстік қана емес біздің солтүстік шығыс, мына отырған Павлодар, мына отырған анау Ақтөбеге дейін жетеді бізде шекара. Сол жерге елді қоныстырғаны үшін бүгін не істеу керек? Мысалы, сондай мүмкіндік әкімшілікте бар ма? Мысалы, міне жарайды, оңтүстіктің мықты азаматтар, қолдан іс келетін азаматтар, кәсіпкерлер, қалтасы да бар, жағдайы да бар, азаматтар көшіп келейін деп отыр. Соларға бүгін беретін нақты жер бар ма? Болмаса ол жердің барлығы тағы да біздің олигархтардың қолында, жаңағы алдаусыратып мұғалімдерді, шенеуніктерді, бұрынғы жаңағы құқық қорғау органдарында азаматтар, олар елге тіреу болмайды. Елге тіреу болатын, былайша айтқанда қазақтың байлары. Дұрыс айтасыз. Қазақтың байлары келіп қоныстану керек сол жерге. Тамаша. Соның қазақтың байларының артынан ел жұрт келеді бірге. Ал енді анау жаңағы 4 баласы бар, 5 баласы бар, өзінің жаңа қамқоры бар бері тасып жүрген әйелдер олар не істейді? Мен ол әйелдерге ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ ол жерге біріншіден тек қана жаңа елді қоныстандыру емес, ертең сол шекарамызға елге ие болатын азаматтар керек. Елдің басында күн туса, қолына қару ұстап шығатын азаматтар керек. Өте дұрыс айтасыз. Солай ғой. Жаңағы енді сөзден сөз шығып деген сияқты жер мәселесі бойынша. Маған негізінде Қытай жақтан ағайындар көп келеді. Жаңа келіп амандасып кетуге, көрісіп кетуге, өйткені мына Қытайдың әлеуметтік желісінде менің видеоларым сұмдық тарайды жалпы. Қазақтардың арасында сол жақтағы. Сонда бір ағалар келеді де менен сол жер мәселесін сұрайды. Сосын тағы бір қызық айтайын, бізде Николаевка деген елді мекен бар, Есіл ауданында. Сонда Қытайдан келгенде мен 2-3 жыл болған бір қазақ азаматтар бар, қандастарымыз. Солар жер ала алмай отыр. Сұрағандар бір 2-3 гектар жер. Сосын сонымен отырған кезде мен аларға қарап бір түрлі жаным ашты. Алар бүйтіп айтады, үлкен ақсақал кісі, бір жасы 65-тен асқан ба екен. Дейді. Ана жақ Қытайда жүрген кезде бізде дейді, жазда жайлауымыз, қыста қыстауымыз, күзде күзеуіміз, көктемде көктеуіміз бар еді дейді. Сол кезде мен әншеде жүрегім ауырды да. 1,5 миллиард Қытайдың арасында келіп, бізде қазақтың жері енді дүниежүзі бойынша нешінші 9-шы орынбыз ғой біз. 9-шы орынбыз деп, кеуде қаққанда сондаймыз да. 1,5 миллиард Қытайдың арасында жүріп, ана қазақтарымыз сол жерде бар ғой. Қыста қыстау, жазда жайлау. Қараңызшы, бізде 15 миллион адамбыз. Сондықтан жер жоқ деп айтуға бар ғой, біздің тіліміз түсіп қалу керек негізі, жалпы да. Бізде шыны керек жер мәселесі деген өте бір щепетильный вопрос дейді ғой.
заманда заңсыз жерлерді алып алған азаматтар өте көп. Оның көбі өзге ұлт өкілдері. Енді әшеден бір ұлттық неменені бөлмей қояйын. Дегенмен қазіргі енді солтүстік Қазақстан облысының енді 75-70% өзге ұлт өкілдерінікі болғаннан кейін ол жердегі байларының 10 байының жетеуі өзге ұлттан болуы заңдылық. Бізде мысалы бір ғана Зенченкенің өзінде 200 мыңнан астам гектар жер бар мысалы. 200 мың гектар жер. Енді ол Зенченкенің ол жерді құрықпағанда бір жұмыс істетіп отыр ғой. Жұмыс істетіп отырғандар жұмыс істетіп отыр. Иә, оны мойындайды. Елді асырап отыр. Енді ол мына жердің иесі көршілес мемлекеттің азаматы, мысалы мен өзімнің шығысымнан келдім. Шығыста білесіз, жерде қуаңшылық деген жоқ. Түгін тартсаң майы шығады ол жердің. Жердің иесі көрші елдің азаматы, жердің номиналды жаңа басшысы қылып жергілікті бір азаматты сайлап қойған. Негізі жердің қызығын көріп отырған солар. Жалпы олай. Жалпы мен ойлаймын, бағана сіз дұрыс айтып отырсыз. Мен бүйтіп айтқам, осыдан көш мәселесі басталған кезде солтүстік Қазақстан облысына көшетін фермерге деймін де, алдына жер бер астына, алдына мал бер, тракторын бер, қолына қаруын бер. Нағыз сақшы анау. Нағыз сақшы сол. Есіңізде болса, Ресей Украинаға басып кірген кезде ең бірінші соғыс фермерлердің жерінде болды. Сол айтып отырмын ғой, егер біз солтүстік өңірлерге қазір нақты фермерлік шаруашылықпен айналысатын адамдарды алдыратын болсақ, онда біз бір оқпен бірнеше қоянды адамыз. Тек қана оңтүстік өңір емес. Мысалы, бізде бір жаман стереотип қалыптасып қалған ғой, Монғолиядан, Қытайдан келген азаматтардың бәрі малшы, жер шаруашылығымен айналысады деген бір стереотип қалыптасқан негіз. Негізі ол стереотип дұрыс емес. Бірақ былай деп сөйлеген дұрыс. Монғолиядан келген, Қытайдан келген азаматтардың бәрі мал бағалады. Бірақ басқа да шаруалармен айналысып жүрген азаматтар бар деп сөйлеген дұрыс. Демек, қазір біз Монғолияда мысалы кез келген қазақтың үйінде кем дегенде 100 қойы бар. Мен өз көзіммен көрдім мен. Алдында Байон өлкеге барғанда. Бәрінің жағдайлары жақсы. Демек, бәрі мал бағалады. Ал бізде егер солтүстікке ол кісілерді алып келіп біз алдына малын жасайтындай, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, ана бір жаман үйді құлайын деп тұрған үйге 15 миллион кетірген, сол 15 миллион қолына берсең, ана бір кегіз үйін тағы болады да, өзі сол жерде жүретін еді ол. Жер болса астында. Міне, ең бірінші біз жер мәселесін шешуіміз керек. Главный нәрсе ол жер. Өйткені бір қызық болды, алдында Түркістан облысында мен жиі барам ғой жаңағы көш мәселесімен. Сонда Мақтаарал ауданында осы көш мәселесінде не болды бізде? Бір кездесулер ұйымдастырдым аудандарда. Сонда Мақтаарал ауданына бардым. Бір 50-60 шақты адам отырды ана жерде. Абырда бір кезде тұрмын, ағайын, 20 гектар жері бар адам қолыңды көтерші дедім. Ешкім қол көтерген жоқ. 10 гектар жері бар адам қолын көтерші дедім. Ешкім көтерген жоқ. 5 ешкім. 2 деген кезде бір қатын қол көтерді, мен байымда бар дейді. 1 гектар кімде бар деп жарысына жоқ көтерді. Енді бәрің жер шаруашылығымен айналысасыңдар ма, мақта өндірумен? Иә дейді, бәрі қол көтерді. Сонда өзіңіз ойлашы аға. 1 гектар жерден өнім алып, бір емес 2 рет алады, о жақтың ең бір артықшылығы сол. Сол 1 гектар жерден өнім алып бала шағасын асырап отырған жақта мыңдаған жұрт. Бір ғана Сайрам ауданында 250 мың адам тұрады, біздің Шалақын ауданында 23 мың адам тұрады. Аудан жері бірдей. Елестетші. Мен анау Мақтааралдың азаматтарына егер біз айтатын болсақ, сендер опыттарың бар, нелерің бар, анамынауларың бар, сендерге мүмкіндік берейік. Сен жерде 1 гектар жерден сен жарайды. Мысалы, міне жылына бір 20 миллион таза, 10 миллион таза табыс тауып отырсың, жарайды. Енді 10 миллион деген мүмкін нәрсе емес ол жерде. 2 миллион таза табыс табады. Бірақ давай біз саған ан жақтан конкретно 40-50 гектар жер берейік, точка сбытын жасап берейік. Сен лучше осы бір негімен ана жақта қыстырылмай, сол жақта жұмыс жасашы. Бидайыңдек, жүгеріңдек, жүгері жақсы өсіп. Енді Бурахан, мына Астана өзі салыстыратын болсақ, сол өзің өмір сүріп жатқан солтүстіктен аса қатты айырмашылығы жоқ. Осы Астанада да 8 ай Астананы толып жүрген мына кәсіпкерліктің жілігін шаққан оңтүстіктің азаматтары, дұрыс па? Бұл жер бір гүл бақша болып жайнап жаз болып тұрған жоқ бұл жерде. Бұл жерде кәсіп болғаннан келіп тұр. Кәсіп болғаннан кейін, жұмыс болғаннан кейін келіп, бүгін Астананың халқы 2 миллионнан асып барады. Былай қарасаң. Енді тура сондай кәсіпке қазір ол үшін тек қана жаңағы оңтүстік қана емес, ол жерде кәсіп болатын болса, қазақтың азаматтары келеді ол жерде.
Ол жерде Мерседес. мүмкіндік болатын болса, жаңағы өзің айтқанда жерді беретін болса, мысалы осы жер мәселесі туралы өзің де білесің, мәжілісте де біраз шулаттық. Иә. Қайтып жатыр деп біреулер айтады. Мен айттым, өзі қайтып жатқан жердің адресін беріңдерші маған. Мен өзі барып кісілерді құттықтап келейін, сол қайтып жатқан жерді көрсетіңдерші маған. Жер аманаты дейсіңдер, өзі айтқан кісілердің бірге тойлайын барып мен соны көрейін. Содан ең соңында ана ауыл шаруашылық министрлігінің орынбасарлығында жүрген бір азаматтармен сөйлесіп едім, айтады. Ол деген жаңағы барлығы қағаз үшін қайтарылған 2 миллион гектар ол ана Қызылордадағы жер, 1,5 миллион гектар жерді ана Ақтаудың қайтқан жерлер. Ал енді бүгін жаңағы үлкен олигархтар басып алған жер қайтқан жоқ әлі. Оның барлығы. Осының барлығын расымен де кірісіп, расымен де соны игерем деп отырған, осы қаланың пробкасынан шаршаған, осы әрбір қазақтың қанында осындай жерге деген құлшыныс бар, кеткісі келеді, барғысы келеді. Бірақ оны қойып жергілікті отырған сол Қызылжардың қазақтарының өзі ала алмай отыр ғой. Ол да рас. Ол мысалы көшіп барған кісілермен қазір тіптен арада мынандай қақтығыс пайда болып жатыр. Мына біздегі осында тұрып жатқан азаматтарға ешқандай жаңа жеңілдік жоқ, келгендерге жасап жатыр деген сияқты осылай алауыздықта туып жатыр ол жақта. Әлеуметтік теңсіздік деп айтылады. Бұл неше жыл болды ма? Осы солтүстікке адам көшіреміз деген неше жыл болды? Бұл жемісін бермейтін дүниені тоқтату керек. Бұл жерге бір дұрыс, нақты іске асатын, қағаз үшін емес іске асатын бір бағдарламаны жаңа кешенді түрде кірісу керек та бұған. Енді не істейміз?